Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге осындай кішкентай пирожныйлардың рецебін ұсынғым келеді. Орысша айтқанда бұл пирожный ежики деп аталады. Қалауыңызға қарай жаңғақтармен әсемдеуге болады. Бұның корждары кәдімгідей ауызда ериді, сондай нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Мен сіздерге ұнайды деген ойдамын. Рецепт міндетті түрде жасап көріңіздер. Пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеода көрсетілген толық құрамды төмендегі описание бөлімге толыққанды жазып кетемін. Төмендегі описание бөлімінен толық қарасаңыздар болады. Алдымен бөлме температурасына тұрған 5 жұмыртқаның үстіне қантымызды қосып, біркелкі венчик болмаса сізде миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырсаңыздар болады. Бұл жерде мен венчиктің көмегімен жақсылап тұрып қантымыз ерігенше араластырып алдым. Шамамен 3 минуттай дәл осылай аппақ болып көпіргенше араластырып алдым. Одан соң ситадан өткізіп, қопсытқышпен ұнды саламыз. Тағы да миксермен, яғни венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде мен қопсытқышты және ұнды ситадан бірге өткізіп, тарелкамен алдын ала дайындап алдым. Яғни қарасаңыздар, массаның көлемі 2 есе ұлғаюда. Сол үшін ұнды барлығын біркелкі салып жібермей, бөліп салсаңыздар болады. Сол кезде, яғни коржымыздың массалары өте жақсы өз қалпын ұстап, 2 есе ұлғайып көтеріледі. Ал енді қамырды тепе-тең 2 бөлікке бөлеміз. Мен көз мөлшермен бөлетін боламын. Себебі бұл жерде қамыр, яғни коржымыз 2 түсті болады. Сол себепті 2 бөлікке бөліп жатырмыз. Қамырдың бірінші бөлігіне ұн саламыз, екінші бөлігіне какао саламыз. Екеуін де ситадан өткізіп алған дұрыс. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы көтеріліп піседі. Бұл жерде менде видеода көрсетілгенде ұным да какаом да екеуі де ситадан өткізілген, дайын тұр. Ал сіздер ситадан өткізіп қоссаңыздар болады. Дәл видеода көрсетілгенде екінші қамырыма да какаоны қосып жатырмын. Какаоны қосқаннан соң лопатканың көмегімен дәл осылай асықпай 30 секундтай араластырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан соң әрбір қамырды бөлек формаға пісіріп аламыз. Менде форманың диаметрі 22 см, 180 градуста 15 минут пісіреміз. Міндетті түрде қызып тұрған пешке салыңыздар, сол кезде жақсы көтеріледі. Біздің коржымыздың піскендігін осылай ағаш таяқшамен тексерсеңіздер болады. Құп-құрғақ болып шығуы керек, жұп-жұмсақ болады. Ал енді 5 минуттай ғана суытып ұстайсыздар, содан соң бокалдың көмегімен дөңгелек корждар жасап аламыз. Дөңгелек күлшелер шығады. Бокалдың көмегімен болмаса тағы басқа ыдыстардың көмегімен осылай жасауға болады. Тек қана суып қалған кезде жасамаңыздар, ол шықпай қалады. Әдемі болып шығады егер сіздер ыссы күйінде осылай кесетін болсаңыздар. Барлығы видеода анық көрсетілгендей бокалдың көмегімен қара және ақ коржыларымызды осылай дөңгелектеп әдемі қалпында кесіп дайындап аламыз. Міне біздің пирожный, яғни күлшелеріміз дайын болды. Креміне мен бөлме температурасына қаймақ пен вареная сгущенканы қосып, дәл осылай асықпай лопатканың көмегімен араластырып алдым. Содан соң кондитерлік мешокқа салып, ортасына пропиткасы осылай жағып шықтым. Сұйық, сондай өте қатты сұйық та емес, қою да емес, осындай қоймалжың крем шықты. Кремімізді асықпай ортасына жағып және оны коржыларымыздың, яғни пирожныйларымыздың жанына жағып, осылай біркелкі қаптап, жаңа үгітілген коржыларымыздың қалған бөлшегіне дәл осылай сыртын әсемдесеңіздер болады. Барлығы видеода көрсетілген. Біздің пирожныйымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде лайк қойып, коммент жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге Әйгерім.